Сәлем достар, бүгін сіздерге қонақ келген кезде ұялмай қоятын, өте дәмді болып шығатын цезарь салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін біз жұмыртқамызды бірінші отқа қойып аламыз. Одан кейін осындай тауық етін, оған утка немесе филені қолдансаңыздар болады. Шұқалап, орташа түрде кесіп аламыз. Одан кейін мен отқа майымды қойып, оған сливочный масло қосам, оған растительный масло қоссаңыздар да болады, өздеріңіз қалауларыңызша. Мінекей екі жағын осылай қуырып аламыз. Оған үстіне тұз, бұрыш, дәмдеуіш қоссаңыздар болады, өздеріңіз қалауларыңызша. Екі жағын осылай қуырып, қытырлағанша осылай қуырып шығамыз. Келесі мен соус дайындайтын болдым. Ол үшін мен пармезан сырын қолданамын. Күштен өткізіп аламыз. Және чеснокты да тоже солай күштен өткізіп аламыз. Үстіне өздеріңіз қалауларыңызша горчица бір қасық қосамыз. Тұз, бұрыш, дәмдеуіш және майонез қосып, барлығын араластырып шығамыз. Цезарьдің өзінің ең дәмін беретін осындай айсберг жапырағы, осыны орташа қылып турап аламыз. Оған жаңа қайнаған жұмыртқамызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Оның үстіне черри помидорды 2 бөлігіне бөліп аламыз да, барлығын үстіне соусын, қуырылған етімізді салып, барлығын араластырамыз. Осылай тарелкаға сәндеп, үстіне қойып, осында жұмыртқамызды, помидорымызды, қуырылған етімізді салып, үстіне осылай черри помидорды сәндеп, күштеп өткізіп қоямыз. Жанына сухари қойсаңыздар да болады. Ал менің видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалып, маған тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз